Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап беріп өтейік. Маркетинг дегеніміз не және ол қандай қызмет атқарады? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы маркетинг негіздері. Бұл сабақта біз маркетингтің мәні мен мақсаты, құралдарын, атқаратын қызметін қарастырамыз. Маркетинг дегеніміз не? Маркетинг дегеніміз кәсіпорынның тауарды өндіру өткізу мен сауда жасау қызметін ұйымдастыру мен басқару жүйесі. Маркетинг сұранымды жан-жақты зерделеп, болжау, жарнаманы пайдалану, өндірісті ынталандыру, сақтау мен тасымалдаудың осы заманғы тәсілдерін, тауарлардың тұтынушыға жетуіне жәрдемдесетін техникалық және басқа түрлерін қолдану негізінде кәсіпорынның жаңа өнімді әзірлеу, өндіру мен өткізу жөніндегі ұйымдық, техникалық, қаржылық, коммерциялық және басқа да қызмет түрлерін қарастырады. Маркетингтің мәні экономиканы, жарнаманы, психологияны жоспарлауды, болжауды оңтайлы ұштастыру. Яғни маркетинг тауарларды өндіру мен өткізу туралы ғылым. Ал оның басты мақсаты барынша көп пайда алумен бірге айырбас, тауарлардың тұтынушыға жеткізілуін тездету және өндірістік коммерциялық қызметтің тиімділігін арттыру арқылы нарықтың, сондай-ақ адамдардың, фирмалардың, кәсіпорындардың тауарларға, яғни жұмыстарға, қызметтерге сұранымын қанағаттандыру. Ал енді маркетинг құралдарына тоқтала кетейік. Оны басқаша 4P моделі маркетинг микс деп атайды. Бұл модельді 1960 жылы Теодор Левит ұсынған. Ол модельдің басты мақсаты өндірушілердің назарын тауар мен нарыққа аудару. Маркетинг құралдарына тоқтала кетейік. Ол 4 негізгі бөлімнен тұрады. Продукт, өнім, товар. Прайс, тауардың бағасы, цена. Плейс, сату орны, место продажи. Промоушен, продвижение товара, товар қозғалысы. Маркетингтік зерттеулердің міндеттері әртүрлі болуы мүмкін. Олар тауарды қалай сату керек, қандай баға қою керек, қандай ассортимент қажет, клиенттермен қарым-қатынасты қалай құру керек, тауарды қайда сатуға болады, немесе сол тауарды қалай жарнамалау қажет. Маркетингтік зерттеулердің түрлеріне тоқталайық. Жарнама. Тұтынушылық мотивацияларды, жарнамалық мәтіндерді, жарнама құралдарын, жарнамалық жолдаулардың тиімділігін зерттейді. Зерттеудің келесі түрі коммерциялық қызмет және оның экономикалық талдауы, яғни басшылықты ақпараттандыру жүйесі, іскерлік белсенділік үрдістерді зерттеу, кәсіпорындар мен қоймалардың орналасу принциптерін зерделеу, тауар номенклатурасын зерделеу, баға саясатын зерделеу, халықаралық нарықтарды зерттеу. Фирманың жауапкершілігі, яғни тұтынушыларды ақпараттандыру мәселесін, қоршаған ортаға әсер ету сипатын, жарнама мен ынталандыру саласындағы заңнамалық шектеулерді, қоғамдық құндылықтар мен
әлеуметтік саясат мәселелерін зерттеу. Келесі түрі тауарларды әзірлеу, яғни жаңа тауарға және оның әлеуетіне реакцияны, бәсекелестердің тауарларды тестілеу, қаптама жасау мәселелерін зерттеу. Зерттеудің соңғы түрі өткізу және нарық, яғни нарықтың әлеуетті мүмкіндіктерін анықтау, фирмалар арасындағы нарық үлестерін бөлуді талдау, нарық сипаттамаларын зерттеу, өткізуді талдау, квоталар мен өткізуді аумақтарын айқындау, өткізу арналарын зерттеу, сынақтық маркетинг және өткізуді ынталандыру стратегияларын зерделеу. Үйге тапсырма. Өзіңіздің өніміңізді осы 4P моделіне салып, талдау жасап жіктеңіз.